Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арайлым каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етін көкөністермен бірге пакетке салып, духовкада пісіретін боламыз. Жасалуына өте аз уақыт кетеді. Барлығын турап пакетке сала салсаңыз болғаны, сіздің зиянсыз, өте дәмді кешкі асыңыз дайын болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 2 сан тауық еті қажет болады. Барлығын жуып тазалап, үлкендеу бөліктерге бөліп, үстінен тұзымызды және өзімізге ұнаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш және паприканы, яғни қызыл тәтті бұрышын, және де хмель сунель деген осындай приправа қостым. Және өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қоса бересіздер. Мен үстінен бір тісше сарымсақ қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді дәл осы күйінде 10 минутқа қалдырамыз. Енді бөлек ыдысқа көкөністерімізді салып дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай үлкендеу етіп туралған картоптар қажет болады.